Құдай бар күшімен, өзінің билігімен құтқарылған адамға көмегін береді. Адам күнәдан бас тартады. Сен құтқарылдың ба? Енді бар, басқа күнә істеме деп Иса айтты жезөкші әйелге. Иса айтады, мен нұрмын. Сен менің жолмен жүрсең, онда сен нұрдың ішінде боласың. Шайтан бізді алдайды. Ол айтады, сен құтқарылдың, не өзгерді? Сен бұрын да, қазір де сондай адамсың ғой, сен күнә істей бересің. Сен құтқарылғанның алдында да сондай өмір сүрдің, қазір де сондай өмір сүріп жатырсың. Бұл шайтанның өтірігі. Біз шайтанға сенбеуіміз керек. Оның сөзіне қарамауымыз керек. Біз Исаның сөзіне қарауымыз керек. Иса айтады, мен нұрмын. Құдай айтады, мен күнәмен сендерді толықтай араларындағы болған бұрынғы байланысты бұздым дейді. Біз енді Исамен бірге. Шайтан бізді алдаса, онда құтқарылған адам. Ол айтады, шайтан, мен сенімен күреспеймін. Менің ішімде, жан дүниемде Иса Мәсіх бар. Мен Исаға сенемін. Мен мінәжат етемін. Иса сенімен күреседі. Иса мені жетелейді. Сенде маған билігің жүрмейді. Сен айқыш ағашта жеңіліп қалдың. Иса Мәсіх менің күшім. Ол маған көмектеседі. Күнә келген кезде оған сенбеңдер. Исаны іздеңдер. Иса бар біздің жан дүниемізде. Иса Мәсіх келіп күнә қуып шығады. Шайтанның қолын бізге жеткізбейді. Тек қана Иса біздің жан дүниемізде болуға қажет. Ол бізге өте қажет.